Құрметті оқушылар, біз бүгін 10 классқа арналған 3-ші тоқсан тжб-сын талдайтын боламыз. Бұл жаратылыстану бағыты бойынша 11-ші сыныптарға арналған ағылшын тілінен тжб. тжб-да сендер білетіндей 4 тапсырма. Біріншісі listening, бұған 6 балл беріледі. 6 сөзді қою керек. Оны бірден дұрыс жауабынан көрсетемін. Reading, текст беріледі және одан кейін сұрақтарға жауап бер дейді. ABCD таңдау керек. Барлығы 6 сұрақ болғанда 6 балл. Дұрыс жауаптары listening бойынша бірінші experience, екінші skills, үшінші references, төртінші high education, бесінші lower marks and motivated. Reading бойынша біріншісі A, екіншісі D, үшіншісі C, төртіншісі B, бесіншісі C, алтыншысы D. Және мына жақта listening бойынша аудиосы да бар, яғни аудиоскрипт. Осыдан қарап тексеріп алсаңдар да болады. Writing. Solar energy is becoming more and more popular as a source of household energy in many countries around the world. Why is this? What are the advantages and disadvantages of solar energy? Яғни бұл жерде solar energy дегеніміз күн сәулесінен алынатын энергия. Сол қазіргі кезде, яғни көп таралып келе жатыр, және ол неге, және оның артықшылықтары мен кемшіліктерін айт дейді. Мына жерде басында кіріспе сияқты кеткен. Solar energy дегеніміз не анықтама берілген, advantages дегеніміз артықшылықтары, disadvantages дегеніміз мынау кемшіліктері. Келесі тапсырма speaking. You are given a card with a topic and questions to speak about for 1-2 minutes. Before you speak, you have 1 minute to think about what you are going to say. Яғни бізге 2 карта берілген. Біріншісінде мына 2 беріліп тұрған мамандықтарды салыстыр дейді. Және олардың ұқсас жақтары мен айырмашылығын жаз дейді. Электрик және мысалға секретар беріліп тұр. Мына жерде электрик дегеніміз кім, секретар деген кім, және олардың артықшылықтары, кемшіліктері салыстырмалы түрде жазылған. Part 2. Describe an invention that has changed people's lives. Яғни бір ойлап тапқан нәрсені айту керек, адамдардың өмірін өзгерткен. What the invention is, оның атауы қандай. Who invented it, оны кім шығарды. When it was invented, қашан шығарылған. What change it has brought, яғни қандай өзгерістер әкелген. Мына жерде от туралы жазғанмын, яғни ең алғашқы от пайда болды. Homo sapiens кезінде
және ол адамдарды, яғни басты айырмашылығы болды жануарлардан, олар пісіріп жеді деген сияқты. Немесе келесі мынау екінші түрі, бұл жерде колесо, яғни дөңгелектің пайда болуы туралы жаздым. Дөңгелекте мысалға, яғни адамның ауыл шаруашылық жұмыстарын жеңілдетті деген сияқты. Сонда барлығы 4 тапсырма, 6 балдан 24 бал шығып тұр. Мен New English каналыма тіркелуге шақырамын. New English каналында жалпы біз сабақтарды енді түсіріп бастап салып жатырмын. Одан бөлек бізде жиынтық, ТЖБ, БЖБ, яғни 5-9 сынып аралығында салынған тапсырмалар түсіндірілген. Және одан бөлекте ағылшын тілінде фигуралар, жалпы шақ, 12 шақты, оңай түсіндіру жолдары деген сияқты, яғни пайдалы ақпараттар таба аласыңдар. Көбінесе мен мектеп оқушыларына арналған видеолар түсіріп жатырмын. Алдағы уақытта кішкентай балалардан бастап үлкендерге дейін сөйлету методикасын салмақшымын, сондықтан сабақтарын үзбей қарап жүруге шақырамын.